Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі, қалайсыздар? Сіздермен бірге неге нақ бағдарламасы. Кешелі бері әлеуметтік желіні шулатып жатқан масқара сұмдық жағдай бүкіл қазақ еліне резонанс тудырды. Қалай резонанс тудырмайды? Біздің мемлекеттік рәміздеріміз, ұлттық құндылықтарымызды басқа елдің азаматтары таптау керек пе? Бұлар болмас жерге басын сұғып, жоқ жерден дау шығарып, түкке тұрмас танымалдылық үшін тыраштан жүрген тырнақшаның ішіндегі қоғам белсенділері қайдасыздар? Сөзден іске көшетін уақыт келді. Көп сөз, бұқ сөз. Әкеңнің барон деп қойған атын баран қылып жүрсің ғой сен, Саша Коэн. Сен Қазақстанды білмек түгілі Қазақстанға келмепсің ғой. Келмеяқта ғой Қазақстанға. Енді сен Қазақстанға келсең, баран баққан барон деп ешкім көрмейтін фильмді қазақ фильм саған тегін түсіріп беруі мүмкін. Сосын неге нақ осы Боратқа түстім деп жер жастанып жылап жүресің. Так что байқа. 90 сөздің тобықта тиіні. Біз бүгін бір топ намысшыл жігіттер ақш елшілігінің алдына бардық. Бас консулмен жолықтық. Бас консулға өзіміз петициямызды беріп, бірнеше талаптар қойдық. Яғни Американың Amazon кинокомпаниясының ұжымына белгілі бір заң жүзінде шара қолдануын талап еттік. Біз қазақ жастары ұлтымызды қорлауға, тіл тигізуге жол бермейміз. ақш-тың елшілігі тарапынан қатаң шара қолданып, актердің және барша ұйымдастырушылардың қазақ халқынан кешірім сұрауын талап етеміз. Біз қазақ жастары ұлтымызды қорлауға, тіл тигізуге жол бермейміз. Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз, сен алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Алаш туы астында күн сөнгенше сөнбейміз, сен алашты ешкімнің қорлығына бермейміз. Консулсаның сыртқы әлемі, ішкі әлемі мүлдем бөлек. Сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Біз консулсаның ішіне кірген кезде біздің қалтамыздағы барлық затты қағып алды. Және сол консулсаны күзеткен шериф жігіт бізге мынандай сөз айтты. Вы что, оборзевшие? Сенбейсіздер ме? Онда мынаны тыңдап көріңіз. Маски оденьте. Құжаттарыңыз керек сіздердің. Полностью выключить. Выключить полностью. Құжаттарын Я без оборзеем, просто мы вам говорим. А кто вам говорил, что базар фильтруйте? Кім бар жетіп тұр бұл жерде? Кім бұл қоғамға жетіп тұр? Мен кісімен жеке сөйлесем. Бас консул өзінің уәкілеттілігін пайдалана отырып, бізді түйткілді мәселемізді шешуге уәде берді. Біз күтеміз. Ал Саша баран, сен бықстай бермеш. Мен сені Бекболат Тілеухан ағам айтып берем. Ол кісі сен дистанционка қарғап, железобетон топ етіп қойсың. Отвечай. Мен серьезно айтам. Қолымды жайып, құбылаға қарап тұрып, Аллахтан қазір какра жолаушымын. Алла сенің жаныңды күйдіріп, жаныңды шыжғырып барып тәубаға келіп, шырылдап аяғыма келіп жылуын нәсіп ете көрсін деп. Сол кезде сондай дұға қыламын иншалла. Осымен құрметті көрермендер, неге нақ бағдарламасының алғашқы саны тәмам. Ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк, пікір қалдырыңыздар, мен бәрін оқимын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.